бұл биліктің қызметін доғартып, билікті өзіміздің қолымызға алып, сосын елде тәртіп орнатайық, заңды жұмыс өткізейік, жауапкершілікке тартайық. Сол Тоқаевты да басқасын. Путинге қолымыз жетпесе де, мына елдегі бүкіл қылмыскерлер, қайсылары жаңағы қолын қанға батырып, жаңағы біздің қандастарымызды, бірнеше жүз қандасымызды қырғанын, басқа да қылмыс жасағанын, сатқындық жасағанын, соларды жауапқа тартуға мүмкіншілігіміз бар деп. Өкінішке орай, мынау қаңтар құрбандардың туыстары да естігісі келмейді, мені қорқады. Және де мынау халық немқұрайлы. Мынау халыққа мүлде бұл тақырып маңызды емес. Бұл тек жүреді жаңағыдай, біздің халық әбден азған халық. Кеше желтоқсан батырлары, желтоқсан анасы, мынасы барып дұға қылайық, бетейік. Ой, дұғалар не керек сендерге, желтоқсан құрбандарына? Сендердің былай айтқанда сүмелектердің дұғалары не керек? Мысалы. Жоқ, осылай бір нәрсе болса, қыз паратса болды, Нұр имамда жетіп келеді, ал жүріңдер, барайық, мешітке барайық, дұға қылайық. Барып құл болып кеткен әбден халық аз. Міне, қаңтардың мәселесі ешкімді де толқындырған жоқ. Мынау халық әбден азған, немқұрайлы. Ал оның сыртында мен тағы да қайталаймын. Қаңтар құрбандардың әкелері, шешелері, жақындары, туғандары бұны осылай жаңағы айтып жатырмын ғой, бір сүмірейіп, жеті рет Тоқаевқа барып, Кемел Шемелич, Қотақаев, бейтші, сөйтші деп, бұл жерде бұл халықтан не күтесің? Жалпы менің үндеуім бұл адамдарға емес, бұл жаңағы қаңтар құрбандарын, жаңағы басқа адамдар емес, мен мынау елім, жерім дейтін адамдар болу керек, мынау елдің азаттығын қалайтын, соларға үндеу. Халық таңдау партияның қатарына кіріңдер, күреске шығайық ағайын. Бұл қиын емес, қорқып керек жоқ, қаңтарда сияқты қырып кетеді деп, қаңтардың қырып кетуін жасау үшін мына сұм жүйе Тоқаев емес, Назарбаев емес, Путиндер кем дегенде жарты жыл дайындалды. Бұл арнайы операция. Арнайы операцияның жемістерін жеп жатыр. Бұлар бенефициар, кадр мінекей орыс оккупациялық жүйе орналастырылды. Толық билік Путиннің қолында, толық кадр елдің байлықтарын көктемнен қыстан бастап басып алып жатыр. Мінекей. Мен сонда қойған материал қыстыгүні қаңтардың аяғында ма кім Алишер Усманов неге барды? Дубайға кездесті.